Мынау менің артымда тұрған үлкен спецтехника болғанымен, тілім түсінетін жанға бұл өте нәзік спецтехника. Көп доход тапқанымен расходың запчасына кетпеу үшін қай жерін қалай қай уақытта ауыстыру керек, қалай күтім жасау керек, соны білгің келсе, арнайы сендер үшін біз Арғынбек 98 мекенжайында орналасқан Максервис Parts компаниясына келдік. Бізбен бірге болыңыздар, бүгінгі шығарылым сіздер үшін. Ассалаумағалейкум, бұл G-сервис кетті! Ендеше достар, Максервис Parts компаниясына кіріп, сұхбатымызды бастайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айыстар, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Кішкене уақыттарыңызды алып, бірнеше сұрақтарымыз бар еді, бір сұхбат жасап жіберсек. Болады ғой? Әрине, болады. Қош келдіңіздер. Жүріңіздер. Бүгінгі шығарылымыз көрерменнің көңілінен шығып, спецтехникасы бар жандардың игілігіне жарайды деп ойлаймыз. Құдай қаласа. Бүгінгі алғашқы сұрағым, Максервис Parts компаниясы қай жылдан бастап құрылды, қай жылдан бастап жұмыс жасайсыздар? Біздің компаниямызға қош келдіңіз. Және де біздің компаниямыз туралы видео шолу түсіруге келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Біздің компаниямыз, яғни Максервис Parts компаниясы 2014 жылы құрылған. Қазіргі таңда 11 жыл болды құрылғанына. 11 жылдан бері нарықта жұмыс істеп келе жатқан ірі компаниялардың бірі десек те қателеспейміз. Сіздер спецтехниканың қай түрлеріне запчастар сатасыздар? Бізде негізінен спецтехниканың клиенттердің арасындағы сөзім айтатын болсақ, 3 в 1, яғни экскаватор погрузчик, Еуропа елінде өндірілген GCB, Caterpillar, MS, Чукурова, Гидромик және Кейс секілді арнайы техникаларға запчастар сатамыз. Сіздер үлкен компаниясыздар ғой, сол үшін бір сұрақ келіп тұр. Сіздер қандай брендтермен қанша уақыттан бері жұмыс жасап келе жатсыздар? Сұрағыңыз өте орынды. Жаңа мен сізге айтып өткендей, біздің компаниямыздың құрылғанына 11 жыл болды. Және біз көптеген ірі компаниялармен, бренд компаниялармен жұмыс істесеміз. Арнайы серіктестік орнатқанбыз. Оның ішінде арнайы Турция елінде феррофильтр деген воздушный фильтр, масляный фильтр, топливной фильтр, масляный фильтрлар шығаратын завод бар. Сол заводпен бірлесіп тікелей жұмыс істесеміз. Феррофильтр заводымен бірінші бренд біздің жұмыс істесетін. Екіншісі бізде майлар сататынбыз. Майлар бізде Америка елінде өндірілетін Gulf деген фирма бар. Gulf Oil деген 1901 жылы ашылған. Қазіргі таңда 125 жылдық тарихы бар ірі мұнай заводы. Солармен тікелей жұмыс істесеміз. Және де бізде Индия елінде өндірілген баллондар сатамыз. Шиналар спецтехника арналған БКТ фирмасымен бірлесе жұмыс істеудеміз қазіргі таңда. Енді спецтехника деген жеңіл машина емес қой, қаланың ішінде былай жүретін. Олар құрылыста жүргеннен кейін бұзылады, соғылады деген сияқты. Енді спецтехниканың ең өтімді товарлары қандай? Спецтехниканың ең өтімді товарлары, ол спецтехника бұзылмаса да, яғни жұмыс істеп жүрген уақытында оларда міндетті түрде май ауыстырылады. Ең өтімді товары мұнда май және фильтрлары болып табылады. Енді спецтехниканың майларын қанша уақытта ауыстыру керек? Спецтехникада майлар бізде жеңіл көлік секілді емес, километражбен есептелмейді. Бұл жерде моточас бар, мотосағатпен есептелінеді. Техниканы оталдырдыңыз, моторыңыз қай уақыттан бастап жұмыс істейді, соған қарай сағатпен есептейді. 250 сағат сайын мотордың майы, масляный фильтрі, топливный фильтрлары ауыстырылады, және де воздушный фильтрі. Воздушный фильтр кей кезде әрқалай. Кейбіреулер шаңның ортасында, біреулер жолда істейді, соған қарай әртүрлі уақытта ауыстыра береді. Ал бұлай мотордың майы мен фильтрлары 250 сағатта ауыстырып тұрған дұрыс. Жалпы олардан бөлек қандай запчастары жиі ауысады, жиі бұзылады деген сияқты? Олардан бөлек негізі сезонымен кейбір запчастар жиі бұзылып тұрады. Солардың арасында алатын болсақ, электрический насос, бізде жүргізушілердің тілімен айтатын болсақ, солярканың насосы жиі бұзылатыны. И екіншісі мұнда турбокомпрессор. Көп жағдайда осы екі зат көбінесе бұзыла береді. Жаңа айтып қалдыңыз, электрический насос пен турбина туралы. Олар
жиі бұзылатын запчастьқа ұқсамайды пресс дегенде. Олар не үшін бұзылуы мүмкін? Ол запчастардың бұзылуының себептері өте көп. Жеке-жеке алып қарайтын болсақ, мысалға қысқаша үш қана себепке тоқтала кетсек болады. Электрический насос бұл негізінен Перкинс моторларда орналастырылған, МСТ, Чукурова, Гидромек сынды техникалардағы. Ол жерде электрический насостың бұзылуының негізгі үш себебі бар. Ең бірінші себеп бұл техниканың жалпы системасында, жүйесінде, электр жүйесінде ақау болатын болса, яғни замыкание деп айтамыз ғой, орысша. Замыкание болатын болса, бірінші себебі, екінші себебі электрический насостың ішінде топливной фильтр орналастырылған. Сол топливной фильтр толып қалса, немесе сапасын нашар солярка дизель құйылатын болса, немесе соны фильтрді уақытылы ауыстырмайтын болса, бұзылады. Және үшіншісі адами ақаулардан болады. Оған бізде көп клиенттер, водительдер мән бере бермейді. Замок зажиганын кейде ашып қойып, телефонын зарядтап, басқа да бір жұмыстарын істеп отырған кезде, замок зажиганы ашқан кезде бізде электрический насос автоматты түрде қосылады. Ол қосылып тұра бергеннен кейін насос күйіп кетеді. Соны көбісі байқай бермейді. Осындай үш себебі бар негізгі. Сол үшін жақсылап қарау керек. Сол үшін жүргізушілерге де, спецтехника иелеріне де кішкене электрический насосқа күтіммен қараған дұрыс. Және де турбинаның да сол секілді бұзылу себептері өте көп. Біз қысқаша ғана бір үш себебіне тоқтала кетсек болады. Оның ең бірінші себебі майдың жетіспеушілігі. Майдың давлениесін тексеріп тұру керек деген секілді. Екіншісі, воздушный фильтрді уақытылы ауыстырмаса, тазаламаса, турбина шаң жұтатын болса, немесе турбинаның каналдарына, жолдарына өзге де бөтен заттар түсетін болса, осы екі себепте бұзылады. Және де үшінші себебі, бізде көп жаңағы айтқанымыздай водительдер мән бере бермейді. Бір жерде объекттің басында 3 сағат, 4 сағат жұмыс істеп, келіп, бірден өшіріп қоятын болса, суытпай. Сол кезде турбокомпрессор бұзылып қалады, егер бірден өшіріп қоятын болса. Және де басқа да себептері бар. Және де бұл үш себептен бөлек, үш себептен де болмай, турбокомпрессор мен электрический насос бұзыла беретін болса, водительді ауыстыру керек деген секілді ғой. Бірақ ауыстырмаңыздар, ол ауыстырмағандарыңыз бізге де жақсы, водительдерің сондай болған. Біздің запчасть етеді десекші. Әзір ғой. Сіздердің спецтехникаға арналған сервистеріңіз бар деп естіп жатырмыз. Бізде өзіміздің сервистік центріміз бар. Ол жерде білікті мамандар қызмет көрсетеді сіздерге. Жүріңіздер, бірге қолмен ұстап, көзбен көріп, өзімізде сервисті сұхбатымыз сол жақта жалғастырайық. Құрметті спецтехника иелері, сіздер дәл осындай запчастарды Дисервис KZ қосымшасынан таба аласыздар, және механикте де таба аласыздар. Дисервис KZ қосымшасын App Store немесе Play Market'тен жүктеп пайдаланыңыздар. Мағжан, тағы да қош келдіңіздер біздің сервисный центрге. Былай қарай жүре берсеңіз болады. Біздің сервисный центріміз осы. Бұл жерде арнайы бізде 5 специалист жұмыс істейді, 5 механикіміз бар. Бұл жерде негізінен жұмыстар жүргізіледі. Бізде моторға капитальный ремонт жасаймыз, мостты ремонттаймыз, гидравликалық система, коробка және де ходовой часта. Осындай жұмыс түрлерін жүргіземіз. Мысалға алып қарайтын болсақ, бізге осындай Камацу мини экскаватор келді, кіші экскаватор. Бұл жерде моторына капитальный ремонт жасадық, гидравликалық системасында бір-екі жұмыс болған, оны да жасадық. Қазіргі таңда жұмысқа дайын. Одан кейін алатын болсақ, осындай да техниканы ремонттаймыз негізі. Одан кейін алатын болсақ, бізде турецкий Чукурова техникасы, бұның сыртынан байқалып тұрғандай біраз жұмыстары бар. Қазіргі таңда біздің механиктер атсалысып жұмыстарын атқаруда. Бұл жерде ең басты себебі бізде коробкада болған. Одан кейін бізге бүгін ғана міне Caterpillar английский техникамыз келіп қалды. Бұл жердегі істелінетін жұмыс моторына капитальный ремонт жасау. Енді бұл мамандарымыз шешіп алды. Ары қарай жұмыстарын жасайтын болады. Енді бұл арзан техника емес қой. Жалпы бұның моторының өзін ауыстыруға қанша қаражат кетеді? Так, бұл жерде мен сізге этап бойынша айтатын болсам, 3 в 1 деп айтайықшы, қазіргі біздің водительдердің, клиенттердің тілімен алатын болсақ, 3 в 1 яғни МСТ, Чукурова, Caterpillar, Case, GCB осы 5 брендті алатын болсақ, олардың моторына кететін расход, яғни қанша қаражат кетеді моторын ремонттауға 3 кезеңге бөліп қарасақ болады. Бірінші кезең ол жеңіл-желпі ремонт. Мысалы, клапанный крышеда май жіберу мүмкін, кольца отыру мүмкін, мотор кішкене шаң жұту мүмкін. Оған алатын болсақ, запчастарына где-то бір 500 000 теңгедей қаржы кетеді. Бірінші кішігірім ремонт, бірінші деңгейдегі. Одан кейін екінші деңгейде бізде мұнда поршын ауысады, гильза ауысады, головка ремонт болады. Ондай деңгей болатын болса, миллионға дейінгі қаражат кетеді. Запчастың өзіне. Ал одан кейін крупный, яғни полный капитальный ремонт жасайтын болатын болса, ол жерде масляный насос, 4 поршын, гильзасы, помпасы ауысады, клапандар ауысады.
Оған где-то бір коленвал ауысатын жағдайлар болады, шатун ауысатын жағдайлар болады. Ол жерде 1,5 миллион теңгеге дейінгі қаражат кетуі мүмкін. Оның барлығы моторды шешіп аламыз. Біздің механиктер полный дефектовкасын жасайды. Одан кейін барып белгілі болады. Запчастармен барлығын қосқанда. Иә, запчастарын қосқанда сондай қаражаттар кетеді. 3 деңгейге бөліп қарастыратын болсақ. Және де бұл техникаларыңыз арнайы алып келудің де қажеті жоқ. Моторын шешіп алып келсеңіздер де болады осы жерге. Солай ремонттай береміз. Және де біздің механиктер ВС-ге де жұмыс істейді. Барып моторын шешіп әкелу, коробкасын ремонттау, коробкасын шешіп алып келу, гидравликалық система, электросталын ремонттауға біздің мастерлеріміз бар. Басқа қалаға да шығады. Қызылорда, Тараз, Түркістан секілді қалаларға да барып өз қызметтерін атқара береді. Егер де мен техникам бұзылса, қай күндері алып келуге болады? Қай күндері жұмыс жасайсыздар? Так, біздің жұмыс уақытымыз дүйсенбіден сенбіге дейін жұмыс жасаймыз. Таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін. Біздің механиктарымыз, сервистің қызметкерлері арасында жексенбі күнде жұмыс істей береді. Былайша айтқанда 24-7 хабарласа берсе болады механиктарымызға. Құрметті достар, егер де спецтехникаларыңыз бұзылып жатса, Макс сервистің сервисіне келіп жөндетіп алсаңыздар да болады. Бізбен бірге болыңыздар. Шәке, осындай керемет сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді Құдай қаласа, бұдан да үлкен жобаларда кездесейік. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет айтамыз. Осында келіп видео шоу жасағандарыңызға. Алдағы уақытта үлкен жобаларда, үлкен сұхбаттарда бірге жұмыс істесеңіз деген ойдамыз. Бүгінгі сұхбатымыз сіздерге пайдалы болады деген үміттеміз. Соңына дейін көріп, лүпіл басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Жақсы, рахмет.